Ал, ассалаумағалейкум, алдымен аман есен барсыздар ма? Бірінші мына ұлы мерекеміз тәуелсіздік мейрамы қайырлы құтты болсын баршамызға, бүкіл елімізге. Мына қай елді алсаңыз да, қай тарихты алсаңыз да, қай ұлтты алсаңыздар да, ең ұлы мерекесі ол тәуелсіздік мерекесі. Әрқайсыңыздың санаңызда, есіңізде жүретін ең ұлы мерекеміз бұл тәуелсіздік мерекесі. Біз тәуелсіздікті көп жырлаған адамбыз. Мен 20 жыл ақындар айтысына қатыстым, сол 20 жыл бойы жырладық. Шығармашылығымызды жаздық. Тіпті сол анау СССР заманында да тәуелсіздік алмай тұрған кездің өзінде де сол ата-бабамыздың асыл жырларын жырладық. Біз адам рухының азаттығын жырладық. Тәуелсіздік таусылмайтын тақырып. Әрбірден кейін біздің әрбір ісіміз, әрбір сөзіміз, әрбір жазған кітабымыз, әрқайсымыздың жасап жатқан еңбегіміз сол тәуелсіздіктің, азат елдің, азат рухтың бір-бір кірпішін қалап жатқан сияқтымыз, бір-бір дәнін егіп жатқан сияқтымыз. Сол бізде мәңгі ұмытылмайтын ең ыстық, ең қымбат дүниеміз осы жандарым. 4-5 жыл бұрын Қалмақстанға бардым мұна. Элиста, бізбен баяғы соғысатын қалмақтар ғой. Солар күледі, біз тек қана соғысқан жоқпыз, біз қыз алысқанбыз, сендер бізден көп алғасыңдар дейді. Бір апамыз отыр, профессор, аумайды қазақтан. Мен қазақта, менің қанымда қазақтың қаны бар деп қояды. Біз тек қана соғысқан жоқпыз, өстіп араласып өстік дейді. Сонда жиналған жыраулар, жыршылар әр елден келген, сонда бізге айтады, сіздер тәуелсіздіктеріңізді қадірлеңіздер. Бұл ең ұлы адамзаттың ең ұлы арманы осы деп басты. Енді өздері де бір-бір ел болып отыр ғой, республика дегенмен біз секілді жеке мемлекет ел болып кеткен жоқ. Мен сол жаңа азғантай ғана қалған қалмақты бір заманда біздің аталарымызбен алысқан қарап отырып, осы тәуелсіз ел болғанымызға, осындай қазақ ел болып отқанымызға мыңда бір шүкір тәуба қылдым. Ал енді бүгінгі кездесуіміздің жалғасы ретінде қандай әңгіме айтамыз? Әуел танысып алайық. Енді мені бірің білесің, бірің білмейсің, осы күнгі жастар солай емес пе? Мен кейде айтам, мына әртісті түрінен тану керек, әншіні үнінен тану керек, ақынның жырын білу керек. Өйткені ол ақынның өзінің бетін танып, киген киімі қандай екен, жүріс тұрысы қандай екен, өмір тіршіліктегі пендешілік іс-әрекеті қандай деген сөз, ол онша көңіл көншітпейтін әңгіме. Ақынның жыры, ақынның жанының нұры сонда барлығы. Сондықтан мына алдарыңызға бүгін біраз кітаптарымды алып келдім. Бұйырса осы хабар біткеннен кейін осы кітаптың бәрін сіздерге сыйға тартамын. Ал енді менің өзі шығармашылығым сан сала. 20 жыл ақындар айтысына қатыстым. Ата-бабамның жырын жырладым. Жұлдыз журналында, қазақ әдебиетінде қызмет істедім. Жазушылар одағының прозашы ретінде мүшесі болған адаммын. Одан бері қазіргі күнге дейін 15 пьеса жаздым. Драматургия саласы бойынша бүкіл нелерде қойылып жатыр театрларда. 20 жылдың ішінде мен 216 рет айтысқа шықтым. Оның ішінде 22 рет бас жүлдеге ие болдым. 100-ге тарта жүлдегер болған шығармын. Осы қазақ қырғыздың бүгінгі айтыстағы ең жарық жұлдыздарының барлығымен бірдей өнер жарысында табысып, солармен айтысып, солармен сыйласып, жарасып кеттік. Бұның өзі мен үшін бір қайталанбас құбылыс, өте бір әдемі өмірдің сәттері. Сонда біз алғашқы айтысқа келгенде айтқан менің бір өлеңім бар. Айтысқа неге келдің дегенде, тоған болған ойларды бұздырғалы келгенмін, суып қалған қандарды қыздырғалы келгенмін, кеудемдегі жалыным сөнбесін деп келгенмін, айтыс дейтін киелі қазағымның өнері өлмесін деп келгенмін деп. Бұл 1984 жыл. Бұл кезде тіл жөнінде айтуға болмайтын кез, айтса Ғабит Мүсіреповтер ғана айтатын. Сонда бір айтысты айтып жүргенім де бар мен. Еліңе қылған еңбегің мақтаусыз кетер деймісің, жақсылық қылсаң жұртыңа ақтаусыз кетер деймісің, төгіліп тұрған текті тіл жоқтаусыз кетер деймісің деп. Енді міне Құдайға шүкір қазір біз ойбай тіліміз үйтпей жатыр, бүйтпей жатыр дейміз ғой. Ол кезбен салыстырғанда қайда қазір? Аллаға шүкір тіліміз ол орнықты. Соның өзінде де біз қауіптеніп жатамыз. Ол тілді әлі де жырлап келе жатырмыз. Мысалы мен тіл жөнінде жазған мынау тәуелсіздік деген өзі тілмен басталады. Өнердің ішінде енді күй өнері дегеніміз бар, қол өнері дегеніміз бар, неше түрлі өнер бар ғой. Әрбірден кейін музыка өнерін енді бұл жалпы адамзатқа түсінікті, оған тілдің керегі жоқ деп қояды. Бірақ ұлтты ұлт қылатында, халықты халық қылатында оның сөз өнері, оның тіл өнері. Егер тілі сөз өнері болмаса, ол халық емес. Сондықтан да осы тіл, сөз өнері бізде отырған баршамызға бірдей ортақ, қазақты қазақ қылып тұрған бұл қазақтың тілі. Тілім барда иманым бар, ойым бар, тілім барда күнімде бар, айым бар. Төрт құбылам түгел менің тіл барда, түн ұйқымды төрт бөлмейді уайымдар. Тіл білмейтін, тіл алмайтын тентектер, тілімізге тиіскенді қойыңдар. Тілім үшін егілмеген жан бар ма, жерім үшін төгілмеген қан бар ма? Дін мен тілін бермей кеткен бабалар көк қанжары жалақтаған жоңғарға. Өз билігің өз қолыңа тигенде, өз тіліңнен айырылар жөн бар ма?
Жоғалмайды ана тілім мен барда, жоғалмайды ана тілім сен барда. Ассалаумағалейкум аға. Тәңір берген тәуелсіздік бұл барша исі қазақтың, исі жұрттың ұлы мерекесі деп білгейміз. Ендеше бір ту астына біріккен күллі қазақты осы ұлық мерекесімен құттықтаймыз. Біріншіден. Мынау екіншіден қазақтың қанында бар қастерлі ол жыраулық өнер. Бұл өнер тарихымызды да өткенімізді шерте келіп, болашаққа үлкен үн салатын бір керемет кербез дүние. Дегенмен де осы күні кей қазақ оның қадір қасиетін ұқпай қалған сияқты. Осыдан мынай сұрақ туындайды. Жыраулықтың ел мәдениетіндегі, дәстүріндегі рөлі қандай? Осы туралы өзіндік пікіріңізді айта кетсеңіз. Жыраулық өнер, жыршылық өнер тамырда бар, қанда бар дәрсе үзілмей келді осы заманға дейін. Қандай қудалау замандар болды, қандай бір жауып тастағылар келді, бірақ ол жеңілген жоқ. Үйде отырып осы жырды тыңдап өстік. Біз мысалы, мен тың жылы туған баламын, 54-ші жылы, тыңның құрдасымын. Сол кездерде менің туған жерім мына Көкшетау облысы Еңбекшілдер ауданы Степнақ қаласы Біржан Салдың туған, Біржан Салдың жатқан жері. Былай қарағанда домбыра ол жерде төгіліп тұруға тиіс еді. Бірақ сол жылдарда домбыра халыққа жат деген бір ұғымды шығарды дағы, ақырын шеттетіп, біз бала күнімізді анда-санда бір үйден бір домбыра көретін халге жеттік. Бірақ соған қарамай, сол жылдарда қазақ эпосы деген қалың кітап болды. Міне қалың өте үлкен сол кітапты әкеміз 4-ақ класс білімі бар Тақан деген кісі жарықтық. Тақан, менің әкем Тақан, анам Бәтима. Сол кісілер әлгі кітапты бізге қыстың ұзақ кештерінде боранды кештерде оқып отыратын батырлар жырын. Сол біздің санамызға сіңіп қалды бала күннен. Біз алғашқы әріп танығаннан сол кітаптарды оқып өстік. Батырлар жырынан, ауыз әдебиетінен сусындап өстік. Біз үшін білімнің бастауы, ғылым, барлық рух сол жырларда болды. Енді сол менің атам Әлімжан қиссашы болып ыңылдап жыр айтып отыратын. Шешеміз Қалқаман Мамырды жатқа айтатын жарықтық, менің анам Бәтима. Шәкәрім ақталмай тұрған кезде. Міне осыдан сіңген тәрбие болар, біз осы жырды жақсы көріп өстік. Дегенмен мына тіпті сол кешегі бодандықта отырған совет заманында халық қазынасы терме деген хабарлар секілді теледидардан шығып тұратын. Соны бүкіл халық көріп, қазақтың бір қиыры мен бір қиыры бір-бірінің әуенін естіп, сөзін естіп, жаңадан үйреніп, бір балалар бас кішкене оянып қалған кез болатын. Енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін біз теледидар бетінен осы батырлар жырын, жыраулық өнерді жоғалтып алдық біраз уақыт. Осының салқын әсері тиген болу керек. Қазір әсіресе бұның тыңдаушысы азайып баратыр. Тыңдаушысы сөз жетім дейді. Неге жырламайды жырау? Егер тыңдаушысы болса жырлайды, солай ма? Ал енді тыңдамай атқаннан кейін осы күні кітап оқылмай кетіп баратыр. Қазақтың өлеңі, қазақтың сөзі соған байланысты мүмкін бір халыққа деген өзі жыршы жыраудың өзіне лайықты орны алынбай, лайықты сөзі жетпей атқан болуы мүмкін, ол рас. Бірақ Құдайға шүкір, әлі бұл өшіп қалған, өліп қалған өнер емес. Балдар да бар өсіп келатқан, кәсіби жолға түсіп атқандар да бар. Сондықтан бұл қазақ бар да, мен өзім жалпы қазақтың жыры өледі дегенге нанбаймын. қазақтың жыры өлген күні онда қазақ бірге өледі. Сондықтан екеуі де аман болсын деп тілейік. Баянғали аға, сәлеметсіз бе? Сізді тек қана жазба ақын емес, айтыскер ақын екен, ақын ретінде де жақсы білеміз. Осы жазба ақын мен суырып салма ақындықтың арасында айырмашылық қаншама? Ол екеуі де былай қарағанда өлеңге келетін дүние, бірақ айтыс ақыны, мына суырып салмалық өнер, бұл нақты өмірге жақын бұл. Нақты оқиға, нақты өмір, тіпті міне осы жерде отырып та суырып салып өлең айтатын болса, осы болып жатқан оқиғаның өзі міне өлеңге айнала береді. Ал жазба поэзия олай емес. Ол өйткені ол мүлдем басқа құбылыс, басқа дүние. Сондықтан екеуінің арасы бір қарағанда бір өлең сияқты болғанмен, екеуінің арасы аспан мен жерде екі бөлек дүние. Поэзия өзінше бір бөлек әлем, айтыс өзінше бір бөлек әлем. Сондықтан да айтыс ақынның кез келгені жазба поэзияның өкілі бола беруі мүмкін, немесе қандай да бір мықты үлкен ұлы ақындардың өзі, жазба ақындар айтысқа шыға алмауы мүмкін. Өйткені Ахмет Байтұрсынов атамыздың өзі кезінде жазған. Қандай да бір керемет, мықты, білімді, жаңағы атақты үлкен дүниелер жазған ақынды әдіс айласы көп, жай қарапайым ғана ауылдың айтыс ақыны ұтып кетуі мүмкін деп. Шындығында ол солай, ол әлгі бір-екі ауыз сөзді онда тұрған ештеме де жоқ. Бірақ поэзия бір құпия, бір жұмбақ әлем, айтыс ол сахналық өнер бір жағынан, ол халыққа керекті
халыққа жақын өнер. Сондықтан біріне бірін қарсы қоюдың да таластырудың да қажеті жоқ. Әрқайсысының өзінің орны бар, өзінің қажеттілігі бар, өзінің жаратушысы бар, өзінің іздеушісі бар. Баянғали аға, біз сізді ақын, жыршы, драматург, актер ретінде білеміз. Осыншама белесті бағындырудағы ұстанымыңыз қандай? Және жастарға, яғни бізге сан мамандықты меңгеру үшін қандай кеңес берер едіңіз? Жастарға айтарым өзі, мынау озық елдер дейміз ғой, мына шетелдіктер, америкалықтар, мысалы, олар өзі бір мамандықты меңгереді екен. Олар жан-жақты білімді болу міндетті емес. Бірақ анау игерген мамандығын ол енді керемет біледі. Ол оны қай жағынан болсын түгел меңгереді. Ол мүмкін қарапайым есеп шығара алмауы мүмкін. Бірақ анандай дайындайды солай. Ал енді бізде ол жан-жақты бол дейді, ол не пайда? Мысалы, сіз жан-жақты болсаңыз, әрі ұшқыш болсаңыз, әрі кеме жүргізетін басқа болсаңыз, бірақ ана самолетті дұрыс ұшыра алмасаң, кеменің дұрыс жүргізе алмасаң, ол сенің жан-жақтылығың не керегі бар? Мен сондықтан мен балаларға айтарым, олай емес. Мен мысалы балаларға айтарым, бір мамандықты жақсылап игеріңдер де, соны кәсіп етіңдер, нәсіп етіңдер. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Өзіңді асырап отырған, өзіңе табыс әкеліп отырған кәсібіңді себепсіз тастама дейді. Ал енді маған қатысты айтып отқан сөзіңді түсіндім. Мені кейде былай айтады. Мына Байекең ақын, бұрын айтыс ақын еді дейді. Қазір жырау дейді. Бұрын әдебиет жазушы еді дейді. Қазір кино түсіріп жүр, бұрын драматург еді дейді. Ол ана жұмыстан жұмысқа ауысқан сияқты түсінеді. Олай емес жаным. Бұның барлығы маған енді Құдайдың бергені, өзімнің талабыммен мүмкін игерген дүниелерім болар. Мен бұны мамандық деп қарамаймын. Бұл менің бүкіл рухани әлемім. Бұл менің жан дүнием. Ал енді осыған қызық жағдай, энциклопедиялар шығады, анықтамалықтар шығады. Соның бәрін жазып отыруға сыйғыза алмағаннан кейін кешіп тастайды екен. Ең оңай жолы ой, сыймайсыз, ақын драматург дей салайық. Мен мейлің деймін. Бірақ та мысалы оның барлығы менің кәдімгі жан дүниемді берген, жанымның бөлшегін берген өнер жолым. Өйткені сосын оның мынандай жағы бар ғой. Егер де оның әрқайсысында бірдеңе бітіре алмасаң, бүкіл ұлттық масштабта халыққа жететіндей бірдеңе бере алмайтын болсаң, оны айтпай қой, ол өзіңнің хоббиі ғана жасалған нәрсе болып шығады. Жоқ, елдің алдына, халықтың қазынасына қоса алатын, халыққа тартатын еңбегің бар десең, сонда ғана сен моральдық хақың бар, мен мына осындаймын деп айтуға. Бірақ негізгі өзім жан дүниемен сезіп, кейін түсінген дүнием, мен өзі Құдай тағала ақын жаратқан екен дәу басынан. Маған үлкен ақын ағаларым бәрі айтатын, сен мінезің, болмысың бар, ақынның мінезі, сен жазушылардың арасында нең бар, сыншылардың арасында нең бар, сен айтыстан нең бар, сен бізбен жүруің керек қойды. Мен ол кезде өлең жазған кісі емеспін. Мен шындап өлеңді 50 жастан асқаннан кейін жаза бастадым. Мына еліміз тәуелсіздік алып, азаттыққа шыққаннан кейін, кешегі сол ұлы аталарымыздың, ұлы ақындарымыздың жолын жалғасын, жырласын деген болу керек. Маған осындай тағдырды жазды. Мен осы кейінгі жылдарда жаза бастадым. Ол кезде өлеңді аямай, ол кезде таңғы ұрып өлең шығара беретінбіз. Домбырамен суырып салып өлең айтамыз. Арасында небір тастай шумақтар болатын, толғауларды да жазып шығарып жүрдік. Сол енді 30-дан асып 40-қа қарай келдім. Бірақ дендеп кәдімгі жаза бастаған шығармаларым кезі осы. Ассалаумағалейкум аға. Жалпы жаңа сөзіңізде айтып жатырсыз, бірнеше пьесаның авторымын деп. Жалпы жазушыға сахнаға арнап дүние жазу үшін қандай қасиеттер керек, қандай ерекшеліктер керек? Бір құштарлық керек шығар. Мен студент кезімде театрларға барғанда пьесаларды көріп отырып, спектакльдер, о шіркін-ай, мен де осындай пьеса жазсам, мен жаза аламын ғой мынаны. Осылай ойнаса ғой деп жүретінмін, бірақ ол кезде тамашаға скетчтер жаздым да, дендеп кіре қоймадым. Сонымен 1998 жылы, 97 жылы мына Көкшетау театрында Мұратбек Оспанов деген ініміз сол құдалық туралы бір пьеса жазып беріңізші. Соны мен өзім жаза алмай жүрмін. Осы қазақтың құдалығы бір не болып кетті, дәстүріміздің көрсетсек деп сөйдеді. Ойбай, мен сол құдалықтың ішінде жүрмін ғой, ауылда тұрамын. Сонымен жаңа құдалық деген пьеса 40 күнде жазып бердім. Ол енді 10 жыл қойылды үзілместен. Ылғи аншлагпен өтетін болды. Сонымен жаңағы алғашқы тырнақалы туындым сондай бір өзі өмірден алынған қызық шықты. Маған нелер күледі әртістер. Мұны бүкіл дүниенің несінде, драмасының тарихында 37 түрлі ме, 38 түрлі ме тақырып бар екен. Сондай ситуациясы бар бәрі осындай. Сіздікі оған сыймайды дейді.
Мен күлеміз, демек мен жаңалық ашқам ғой. Мен анандай неге рамкаға сыймайтын адаммын қалыпқа деп. Сонымен бас кейіпкері жоқ, барлығы бірдей бас кейіпкер. Осындай пьеса көрдіңдер ме? Сөйтіп бірталай дүниелер жаздым, 15 пьеса жаздым осы күнге дейін. Соның 9-ы қойылды. Бірталай республикалық, облыстық театрларда. Былтыр жыл табысты болды мен үшін. Жалмауызды жеңген бала және Алтын ноқта деген балаларға арналған 2 пьесам қатарынан Қызылорда театрында қойды. Сосын Қаптан шыққан қара қыз деген комедия. Атының өзі күшті, Қаптан шыққан қара қыз, бірақ олар ең сұлу, мен сұлу деп Қызылорда театры сахналады. Сосын Ойран деген драма, қазіргі секталардың, біздің секта деген енді образ ғой, жалпы біздің қазақ руханиятына жасалып жатқан қысым, шабуыл, сол аздырып, тоздырып жатқан біздің балаларды көптеген ағымдарға қатысты. Ойран деген пьесам бұл да Оңтүстік Қазақстан облыстық театрында Жұмат Шайын атындағы сахналанды. Сосын мына күзді Біржан Салдың шідері атты драма, лирикалық драма мына біздің Ақмола облыстық театрында қойылды. Енді бір қойылмай жүрген 1-2 пьесам бар, әттеген ай деп соның режиссері табылмай жүр. Мен үшін өте ыстық. Суицид алаңынан репортаж деген комедия жаздым. Аты қорқынышты, содан қорқама білмеймін. Мына адам жалпы өлімнен қорықпау керек. Ол енді Алланың бір күйден бір күйге өткізуі ғой. Алла тағала берген жаны аманат. Қай уақытта алып кетем десе Алланың еркінде. Ғұмыр тілеу керек те, батыл жүру керек. Жалпы адам өлімнен қорықпағанда, ұлт, халық өлімнен қорықпай содан аттап өткен кезде ол барлық жеңістерге жетеді. Сондықтан да мынау суицид алаңынан репортаж деген жазғаным осы күні өзіне өзі қол салу көбейіп кетті. Сол ситуацияға ай қалқаларым айналды. Бұларың не дегенге мүмкін театр тілімен бір балаларға ойсалар. Өйткені тіпті қандай қиын жағдай болған күннің өзінде аяғына дейін өмір сүріп күресу керек қой. Маргарет Тэтчердің романы, Американың кино сонда айтады ғой, мен өзім ант қыламын, мен ешқашан да ашықпауға, ешқашан өлмеуге осылай күресем деп атады. Солай ма? Аталарымыз қалай болған? Найзаның ішінде тұрып, дұшпанына әлі де болса сенен биікпін деген ғой. Немесе Керей Ержанбек батыр Абылай ханға атын түсіп берген ғой, ажалдың аузында тұрып. Сонда сен қайтесің дегенде, мен өлсем тағы бір қатыннан батыр ұл туады. Халыққа сен сияқты қан керек, құтыл деп. Міне осындай ерлікке барған халықтың ұрпағы едік қой біз. Айналайын жастарға, сендерге миларыңа, саналарыңа сіңетін дүние осы. Мен бір өлеңім бар, сүрініп кетсең, түңілме қайта түрегел, сілкініп тастап серпіліп алға жүре бер. Сенен де бұрын бұдан да ауыр салмақты көтеріп кеткен ерлердің барын біледі ел. Жығылып қалсаң, тұрдың де жерге бір аунап, тырнадан үлгі ал, төбеңде ұшқан тыраулап. Сарала жапырағы саудырап түсіп жатқанда көктемін күтіп күлмей ме кейде қырау бақ. Міне осындай. Жалпы көркем шығарма адамға өлең, поэзия, театр дейміз ғой, театр саясат емес, театр насихат емес. Мысалы, ең кейінгі жазған мынандай шығарма Дариға қыз деген. Бұл бір қазақ қызының тағдыры туралы трагедия. Ғашық болған жігіттің бір үлкен оқиға кезінде ойсыздардың қаңғырған оғынан қаза табады, жалғыз әженің жалғыз немересі. Енді қыз аяғы ауыр қалып қойған, үйленейін деп отқан ғой. Қызды өлейін деп отыр еді, ешкімге керегі жоқ, қара бет болдым деп. Соның әжесі келіп айтады: айналайын, менің жалғыз қалған тұяғы еді анау немерем, ол өліп қалды. Ішіңдегі жалғыз сенің құрсағыңа бүкіл тұқым әулеттің тағдыры қарап тұр дейді. Сөйтсе қыз жоқ, мен енді өлетін болды ғой. Өлеңмен жазылған және де. Сөйтсе ана әжесі айтады: ең болмаса өліміңді кейінге қалдыра тұр да ішіңдегі шарананы туып беріп кет, сосын өлсең өле бер дейді. Сөйтіп екеуі айдалаға алып кетеді, ешкім естімейтін жерге ауылға барып тұрады. Әлгі қыз босанып, сәби шөбере дүниеге келгеннен кейін енді өлгісі келмей айналады. Емізеді баланы, мейір ояна бастайды. Неге мен әлі ойы солай кетіп тұрғанда, екеуі сырласады, көп әдемі әңгіме бар. Әжесі қайтыс болып кетеді. Жүректен қарт адам ғой енді. Мынау қалды сәбимен жалғыз. Міне қыздың тағдыры. Маған неше түрлі оқиға бар, бәрін айтпай қояйын. Енді қайда сияды? Енді оның алдында қандай жол тұр? Қоғам теріске қаратады, солай ма? Анау тағдыр анандай болды. Міне осындай үлкен бір қазақ қызының, мүмкін ол басындағы тарих, трагедия. Ал театр, әдебиет, өнер негізі естеріңде болсын. Бұл саясат емес, насихат емес, бірдемеге үгіттеу емес. Бұл ойландыру, адамды толғандыру, жан сезіміне қозғау салу, сосын ары қарай адам өзі біледі. Бізде осы күні ұғым қалыптасқан. Сен мынаны насихаттап отырсың ба? Мынаны насихаттап отырсың. Бәрінен саясат іздейміз, бәрінен үгіт насихат іздейміз. Ол енді примитив, ол қарабайырлық. Олай емес. Өнердің міндеті мүлдем басқа. Ол адамның Сұлтанмахмұт Торайғыров ағамыздың өзі айтып кеткен: кітап біздің қарайған қанымызды тазартады деген.
Көрдіңіз бе? Бізде адамға мына жазылған дүниенің барлығы адамның адам екенін есіне салу, адамдық сезімін ояту, аңдық сезімді жеңуге бағыттау. Енді жаңа өлеңнің ырғақ музыкасы дегеннен шығады. Мысалы, осы тәуба деген сөзді екі вариантта айтамыз. Тәуба дейміз, жазғанда тәубе деп жазамыз. Сол маған жаны ашыған редактор кітаптың бәрін дұрыс шығарғанда, осы бірақ әріпті өзгерткен. Тәубе керек бізге көп тәубесіздер енді иманды жоқтауда. Өлең жоқ, иә? Мінекей, бірақ әріпті өзгертті. Сондықтан мына өлеңді, нағыз өлеңге ешқашан тиюге болмайды. Оның әріп дыбысын өзгертуге болмайды. Ол шала пұла жазатын адамдар болмаса жаңағы енді ақын емес деп айту қиын, өйткені өлең жазатын кісілер көп қой енді, олпы-солпы қылып. Ол басқа әңгіме, бірақ өлеңге тиюге болмайды. Негізі бір білгір адамымыз айтады өлеңіне, білгір деген кісіміз. Бір 3-4 ақынды атапты да, қазақтың ақындары бұрын арыстан болған, қазір осы күндері мысық болып кетті дейді. Қазақ әдебиеті, қазақ өлеңі, қазақ жыры туралы сөз қозғау үшін онда не бар? Түгел оқып алыңыз әуелі. Содан кейін сіз әрбірден кейін бүкілін бір ақын туралы қорытынды шығару үшін ақынның жазған түгел оқып алыңыз. Түгел түсініп барып пікір айтыңыз. Жоқ, ол баяғы сарынмен отырып алып, мысалы, тағы біреулер шығады, осы бәленбай қалам ұстаған бар, соның 5-6 ғана ақын бітті шаруа. Ол емес. Негізінде адамдардың бәрі ақын. Таң сарғайып атқанда, күн қызарып батқанда тебіренген жан ақын. Осы отырған бәріңіз ақынсыз. Өйткені күнге қуанасыз, көкке қол созасыз талпынып, гүлге қуанасыз, жүрегіңіз тебіренеді. Сіз жыр жазуыңыз міндетті емес. Сіздің жаныңыз ақын, солай ма? Ал жазатын адамдардың ішінде ол, мысалы, мен ақын бол деп ешкімге айтпаймын. Менің балам Нұрлан кішкентай күнде өлең жазды. Өлең тақырыптарының өзі Абылай хан, құлагер, сондай үлкен тақырыптар. Сосын бақыладым да айттым, балам, біреуге бір ақын жетер дедім. Соның дұрыс болған екен, ол жаңа өзінің композиторлық жолында, әншілік, актерлік жолына түсті. Өлең жырды жазған уақытта бір әлемге кіресің, транс па, қиял дүниесі ма, содан шыға алмай жүресің. Сол әлемде жүріп, мына ғайыптан келген жырды жазуға үлгеруің керек, жеткізуің керек. Сол жаңа өзі әрбірден кейін мына тұрмыстық, тіршіліктік жағдайлардың барлығын өзін кейде автоматты түрде жүрген кезің болады. Мына сіздерге әдейі көрсетуге әкелдім бүгін. Қорасан Қарақшының қол мерген деген поэма жаздым. Біз 80-90 күн жаздым. Бұның көлемі 5200 жолдай болып кетті. Бұл түрмеге түскен қазақ баласының ащы тағдыры жөнінде. Бұл түрменің тақырыбы қазақ поэзиясында, қазақ әдебиетінде жазыла қойған жоқ болар. Прозада бар шығар, бірақ және мұнда мұның ерекшелігі әлгі жазықсыз сотталып күнәһар болды деген жоқ, жазығы бар, төбелесіп сотталған бала. Бірақ біздің заңдарымыздың соншалықты ақылға сыймайтындығы, бір адам мен бір адам ауылдың аңқау баласы ма, еркек адам төбелеспей тұрмайды ғой. Бір төбелесіп қалатын болса, кісі өлтіргеннен қатал соттайды ғой. Ал анау жаққа барған 19-дағы бала кім болып шығады ертең? Міне соны мына Қорасан Қарақшының қол мергені, ел мергені болатын өреніңді қол мерген қып бердің ғой Қарақшыға дейді. Аяғында нағыз Қарақшы болып шығып, өте бір үлкен трагедиялы жағдай. Абақты 6 адам арлы берілді, ауырлық қайысқандай нардың белі. Жалғанды жалпағынан басқандарға сезілген дүниенің тарлығы енді. 6 адам арлы берілді, төрімен есік, көкірек қысылады келген бөсіп. Ұрыға қарғада, Құдайдың құдіретіне күмән бар ма, ұрыға қарғада берген несіп. 6 адам арлы берлі қас қағым сәт, шамасы осындай жер көрмен бесік деп. Келесің. Сәлеметсіз бе ағай? Жалпы қазақ елінің болашағы жастардың қолында деп көп айтып жатылады. Қазіргі кезде сіз осы жастардың тәрбиесіне көңіліңіз тола ма? Жастардың тәрбиесіне көңіліміз толады. Жастар ақымақ емес, Құдайға шүкір. Жастар жалындап тұр, жалындап келатыр. Біз сол жалынды сөндіріп алмауымыз керек жастарға. Мен жастар дегенде ең бірінші ойым тәрбиеден де басқадан да бұрын олардың жағдайын ойлау керек. Мысалы, ертең оқу бітіріп, жас бала, жас азаматымыз қалай үй болам, қайда жұмысқа тұрам деп, оның аса қатты басы ауырмау керек. Оған біз жұмыспен қамтамасыз ету, сосын мына жастарға баспана мәселесін шешуіміз керек. Өйткені ол шешілмей, жастар бәрібір сенің 1000 тәтті сөзің алданбайды. Ал баяғы заманда болады, шағын семьялық жатақханалар деген болды ғой. Соларды көптеп салып, үкіметтің есебінен арендалық түрде беріп, келесіге меншікке емес, арендалық. Мына жас адам ертең үйленді ме, міне басында жастарға не керек? Басында
бір төсек орнымен, бір қол жуатын жерімен, бір шай ішетін жері болса болды ғой мысалы. Сосын өскеннен кейін басқа үйін алып кете берсін, анау келесі жасқа қала берсін. Менің өзім ойым, біздің Қазақстанда бірде-бір жас үйсіз, күйсіз, жұмыссыз болмауы керек. Ең басты мәселе осы. Ал тәрбие жөнінде біз неғұрлым ұлттық тамырына жақындаған сайын, неғұрлым мына имандылық жолында болған сайын ол жақсы адам болады. Өзі Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, ең әуел керек нәрсе иман деген дейді. Өз өмірде адамның алдында екі жол тұр ғой. Не Құдайға сенесің, не сенбейсің. Аллаға сендің ба? Екінші керек нәрсе ақыл деген дейді. Ақыл ой жандарым. Қазір бізді ақыл ойдан алыстатып баратыр. Дап-дайын компьютер, дап-дайын интернет, дап-дайын тест дейміз. Жоқ, ойлай білу керек қашанда. Мына адамның миы екі жарты шардан тұрады ғой. Сол екі жарты шарларын ойлау керек. Бірдей жұмыс істеу керек жандарым. Ойсыздық жаман, бір жақты ойшылдық одан да жаман. Сондықтан жан-жақты ойлай біліңдер. Қарсы адамның орнына қойып бір өзіңді. Біреуге қатты сөз айтарды, оның орнында өзің болсаң қайтер едің деген секілді. Жалпы ақыл ой ол керек. Үшінші керек нәрсе сабыр деген, сабырлысы мұратын табар деген дейді. Төртінші керек нәрсе шүкір деген дейді. Нығметке шүкірсіздік күпір деген дейді. Барға қанағат, анау анандай болмадым, анандай жұлдыз болмадым, я болмаса анау Америка болмадым, басқа болмадым деп жанталасудың қажеті жоқ. Қазақ болып өзіңнің қолыңның жеткен, мына адам өзінің қолы жеткен жерге дейін созсын қолын, еңбек қылсын, күші жеткенше, солай емес пе? Қолынан келместі ешкім талап етпейді сенен. Бесінші керек нәрсе әдеп деген дейді. Әдептілік махаббатқа себеп деген. Бұл адамның Алланың махаббаты. Ол не деген сөз? Әдеп және әдеп бұл адамды жақындастыратын, адамның мерейін өсіретін нәрсе. Жастарымыздың көңілін толмайтын жері де бар. Соның барлығын мен мынау Асау толқын деген фильмінде бірталай нәрсені айттым. Мына кіндігін ашып жалаңаш жүретін, бірін-бірі тонап атқан, қит етсе пышақ ала жүгіріп, бірін-бірі сойып атқан жастарға осының ішінде біздің ағалардың жан айқайы бар. Мына фильм интернетте тұр, 700 мыңнан астам адам көріпті, бірі мақтап жатыр, бірі даттап жатыр. Сол қарақтарым қайда барасыңдар, ойланыңдаршы деген бір тілек, ағалық тілек. Және мен бұны кішкене оның техникалық кемшілігі анамын бәрін білемін, сыннан қорықпаймын да, бірақ оның ішінде қаны бар, жаны бар, жан айқайы бар дүние. Міне осы, өйткені шыншылдығы бар шығарма, ешқашан жерде қалмайды деп білемін. Содан кейін мынау енді бүгін әдейі әкелгесін көрсетуге дейін мынандай бір кітап шығардым, Қиянатқа қарсылық деген үлкен поэмамның атымен қойылған. Мынау ішінде 3 том кітап: поэзия, проза, драматургия, бір мұқабаның астында 1072 бет. Осы 60-қа толғанға дейін жасаған көркем әдебиеттегі негізгі еңбектерім осының ішінде. Енді бұнда айтыс, басқа дүниелер кірмей қалғаны бар. Осы сонымен бірге Абылай хан Иево Батырий деген орыс тілінде легенды великий степи балалар мен жасөспірімдерге, әсіресе орыс тілділерге арнап повесть жаздым. Бұнда ата-бабаларымыздың аңызын сол қалпында тірілтіп беруге тырыстым қарақтарым. Енді жасап атқан еңбектің бағыт жобасы осындай. Айта берсе әңгіме көп. Маған құрмет көрсетіп, бүгін ағамыздың әңгімесін тыңдайын деп келгендеріңе мыңда бір рахмет. Қазір кетіп қалмаңдар, осы кітаптың бәрін сендерге сыйға беремін. Ал енді бүгін тағы да тәуелсіздік, еліміздің азаттық мерекесі құтты болсын. Біз рухы азат, арман ойы биік, имандылық жолындағы мейірбан халық. Біз солай сол жолды жалғастыра беріңдер. Аңсаған адамдардың жарасымын, арнаған туған елге барасылын, қиялы көп болғанмен зияны жоқ қазақтың менде-ақ көңіл баласымын. Кейде тоқ, кейде болдым жүдеу жадау, керек пе сөзге бөйтіп бәрін санау. Апырмай, мен досындай болсам дейтін тұлға көп, адамзатта қадау-қадау. Ешкімнің биігіне таласпаймын, өзімнің жолым жатыр тарау-тарау. Жалғанда жаманшылық қуыспаған, адамдар ақ ниетті туыспаған. Алла деп ақ сөйлегім, домбыра алсам жалтақтап, және ешкімнен ығыспаған. Түсіме кірі болып бабаларым жол барыс жон арқамнан уыстаған. Су кетпесін мөп-мөлдір бұлақтардан, от кетпесін тұтанған шырақтардан, белдерің бүгілмесін еңсең түсіп, арқаңа тірлік артқан сұрақтардан. Ұзақтан мәнді болсын ғұмырларың, қазақтың өлеңіндей шубақталған. Мәңгілік жырлай берсін дала тынбай, жырларын өсе берсін бала тыңдай. Көргенде жарқын жүзді адамдарды, аппақ нұр жүрегіме толатындай. Сол нұрды көбейсін деп дүниеге себемін қарлығаштың қанатындай.